Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай түсі әдемі болатын, дәмі тіл үйіретін, ересектерде, балалар да жақсы көретін құлпынайдан мохито жасайтын боламыз. Видеом ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен біз клубникаларды салқын суда жақсылап жуып, тазалап, жапырақтарын, түптерін жақсылап тазартып алуымыз қажет. Одан кейін осы тазаланған клубникаларды банкаларда тазаланған ыстық суда микробтарын кетіріп, тазартқан банкаларымызға 1/3 бөлігіне құлпынайларымызды салатын боламыз. Әр бір банкаға 1 тілім лимон, 1 тілім апельсин салып, және де мятадан 1 тал жапырағын салсақ, өте әдемі болады. Әрбір 2 литрлік банкаға жабатын болсаңыздар, 200 грамм қант салып, үстінен ыстық су құйып, қайнап тұрған ыстық суды құйып, жаба бересіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап, егер ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.